Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге екі ғана заттан тұратын, өте дәмді әрі оңай жасалатын балмұздақ дайындайтын боламыз. Бізге ең бірінші қажет зат ол банан. Бананды осылайша қалауларыңызша ұсақ-ұсақ бөлшектерге бөліп кесіп аламыз. Видеоның соңына дейін қарамас бұрын міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Турап алған бананымызды ыдысымызға саламыз. Туралған бананымызды блендерге саламыз. Үстіне 100 грамм қойытылған сүтімізді, яғни сгущенкамызды құямыз. Енді осы екі қоспамызды жақсылап блендердің көмегімен араластырып аламыз. Өте қатты көп уақыт араластырып қажет емес. Міне біздің массамыз дайын болды. Толықтай бананымыз езілді. Қалауларыңыз бойынша шоколад қоссаңыздар болады. Мен қоспадым. Енді арнайы балмұздақ формасына дайын болған массамызды құйып шығамыз. Балмұздақ таяқшаларын салып шығамыз. Енді осы балмұздағымызды кем дегенде 5 сағатқа мұздатқышқа қойып қоямыз. 5 сағат өтті, балмұздағымыз дайын болды. Дайын болған балмұздағымызды арнайы формадан шығару үшін оны суға салып 1 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Міне біздің екі ғана заттан жасалатын өте дәмді балмұздағымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, оңай жасалады.